Адамдардың көпшілігінде физикалық жұмыс жеткіліксіз. Сондықтан денсаулығы нашар болады. Денсаулық өмірдің қасиеті. Егер сіз өмірдің толық жұмыс істеуіне мүмкіндік берсеңіз, ол сау болады. Денсаулықты тек осы денені пайдалану арқылы сақтауға болады. Сіз оны неғұрлым көп пайдалансаңыз, соғұрлым жақсы болады. Бір жас дәрігер туралы әңгіме бар. Бірде ол аға әріптесіне барып, Он отправился к своему старшему коллеге. И пациенттердің сказал, біріне что диагноз никак не қоя может алмайтынын поставить айтты. диагноз для одного из своих пациентов. Сонда аға дәрігер одан Старший сұрады: врач спросил его: говоришь, у пациента сен нервозный науқастың живот? қобалжыған және құсуын айтасың ба? Иә, Да. бірақ мен медициналық И тұрғыдан нет никакой жүйке және любопытной құсуға проблемы. ешқандай Вот себеп и с точки таппадым, зрения деп медицины, жауап береді дәрігер. ответил врач. Содан Тогда кейін аға старший дәрігер врач ұсыныс предложил: жасады. спроси его, играет ли Оның он в гольф ойнайтынын сұраңыз. Если Егер играет, ол ойнаса, тогда оған скажи, тоқтасын чтобы деп айт. начал. Егер жоқ Нет, болса, тогда скажи, чтобы начал. оған бастасын деп айт. И у него все пройдет. Және одан кейін бәрі жақсы болады. Со здоровьем так. Денсаулықпен де солай. Правда. Бұл шындық. Кейбір адамдар тым ауыр жұмыс істейді, сондықтан олардың денсаулығы нашар болады. В наши дни Бұл большинство күндері людей не получают адамдардың достаточно көпшілігі качественной жеткілікті физической физикалық работы, жұмысты и поэтому істей у них алмайды. плохое здоровье. Сондықтан денсаулығы нашар На этой болады. планете 200 лет назад. Егер сіз осы планетада 200 жыл бұрын өмір сүрген По болсаңыз, крайней мере, в 20 раз сіз больше қазіргіден кем дегенде чем вы 20 делаете есе көп физикалық белсенділік жасар едіңіз. В этом нет Оған сомнений. еш күмән Не так жоқ. ли? Солай емес пе? Сіз мұнда жаяу келер Вы едіңіз. бы пришли сюда пешком, Барлығы қолмен жасалатын еді. руками. Сіз қазіргіден кем дегенде 20 есе көп істейтін едіңіз. Или даже, Немесе тіпті пожалуй, 100 есе вдвое көп болуы больше. мүмкін. Ал сіздің кейбіреулеріңіз А некоторые тіпті из вас 250 есе 50 көп. раз больше. Если бы вы Осыншама выполняли физикалық слишком много жаттығулар физической жасаса ғой, активности, я бы демалыңыз, сказал, демалыңыз дер едім. сделайте перерыв, отдохните немного. Сейчас Қазір же дене іс тело жүзінде практически не қолданылмайды. используется. Денсаулықты тек осы Если же денені здоровье пайдалану вам арқылы только сақтауға если вы болады. это тело, когда мы Денсаулық говорим десек, здоровье, мы говорим біз физикалық физическое денсаулық здоровье. туралы айтып Вы отырмыз. должны использовать это тело. Бұл денені пайдалану керек. Сіз оны неғұрлым көп Чем больше вы его пайдалансаңыз, используете, соғұрлым тем жақсы лучше оно болады. становится. Бірнеше жыл бұрын Несколько лет назад, біз когда әлі онша көп болмаған было еще кезде не так много, мен барлығын жаяу серуенге шығардым. я повел всех в поход. Ал А за 6 6 апта недель до бұрын этого Монголордан әскери пропал тікұшақ жоғалып военный кеткен вертолет, болады. вылетевший из Мангалора. Барлығы бұл туралы айтып жатты. Все Мен говорили мұның об этом, не қаншалықты знаю, рас насколько екенін это правда, білмеймін. но говорили, будто на его Бірақ борту олар было бортында около маңызды 30 құжаттар және автомобиля. сол сияқты нәрселер бар екенін айтты. Сол На борту тікұшақтың этого вертолета бортында было жоғары 4 шенді 4 высокопоставленных офицер болған. офицера, 3 3 старших аға офицер офицера и және был 1 пилот. ұшқыш. Бұл Этот тікұшақ вертолет джунглиде разбился в апатқа джунглях. ұшырады. Батыс Гаттар Западные бұл Гаты мүлдем өтпейтін джунглімен — это жабылған горы, таулар. покрытые совершенно непроходимыми джунглями. Әскерлер бұл тікұшақты 6 апта іздегеннен кейін таба Военные не алмады. смогли найти этот вертолет за 6 недель поисков. Там стал Бүкіл әскер лагерем батальоны целый сонда армейский орналасты. батальон. Әскерлер Военные осы прочувствовали тікұшақты джунгли, табу чтобы найти үшін, этот вертолет одан и қалған спасти то, нәрсені что от сақтау него үшін осталось. джунгли арқылы өтті. Онда қарулы солдаттардың тұтас бір Целый батальоны тұрды. батальон вооруженных солдат стал Ер этим адамдар лагерем. 200-250 адам. Человек 200-250. Олар И джунглиде они 6 апта бойы прочесывали джунгли жүрді. на протяжении 6 недель. Біз Мы осы подошли к лагерьге этому жақындадық. лагерю. Бізде тамақ дайындауда біраз У нас қиындықтар были болды. определенные проблемы с приготовлением еды Өйткені и жаңбыр потому жауып что тұрды. шел проливной дождь, Ал а біз мы күні бойы жаяу жүрдік. шли целый день. Сондықтан біз әскер лагеріне баруды Так что шештік. мы решили зайти в армейский Қонаққа лагерь, баруды обратиться сұрадық. в гости. Потому Өйткені что ол оттуда жерден вкусный дәмді иіс пахло шықты. еда. Тамақтың шынайы құндылығын Настоящую цену еде можно денені узнать осылай только когда пайдаланғанда ғана используешь тело білуге таким болады. образом.
егер сіз күніне Если вы прошли 20-30 20-30 шақырым жаяу километров жүріп за день ештеңе жемеген и болсаңыз, ничего не ели, то к концу дня содан вы кейін күннің начинаете соңына қарай ценить пищу сіз тағамды по-настоящему. шынымен бағалай аласыз. Сонымен мы пришли біз в осы этот лагерь. лагерьге келдік. Капитан, старший офицер в лагере, был Лагерьдегі очень великодушен. аға Он офицер приветствовал капитан өте нас и жомарт был еді. нам очень рад. Бізді қарсы алып, И один из өте риза сержантов, болды. в индийской армии их называют хавалдар, Және сержанттардың бірі хавилдар. үнді әскерінде оларды хавилдар деп атайды. Этот парень Әлгі жігіт посмотрел на бізге нас қарап, и сапарыңыздың мақсаты спросил, не деп какова цель сұрады. вашего похода? Біз Мы жауап ответили, бердік. мы идем Біз просто жай так, ғана нам жүріп нравятся барамыз. пешие походы. Он Біз жаяу просто не жүруді мог в это жақсы поверить. көреміз. Ол Просто бұл так, нәрсеге сене мы алмады. здесь уже 6 Жайын недель и шейін просто ждем, біз не 6 дождемся, апта бойы когда этот осында кошмар болдық. наконец Және бұл закончится. қорқынышты арманның Каждый день аяқталуын нам күте приходится алмаймыз. проходить по 20-30 Күнделікті 20-30 километров в шақырым поисках жерді этого жаяу чертова жүріп, вертолета, таппай который мы никак жүрген не мына можем қарғыс найти. атқыр тікұшақты А вы іздеуге тура ходите келеді. просто ради Сіз тек удовольствия? көңіл көтеру үшін барасыз ба? Ол Он просто жай не ғана мог нам бізге сене поверить. алмады. Как это вообще возможно, Адамдардың чтобы люди рахаттану ходили ради үшін баруы удовольствия? қалай мүмкін? Ведь получаешь Себебі мозоль на аяғыңызда ногах жара пайда и болады все және тағы да такое. басқалар. Ол Он бізге просто жай не ғана мог в это сене алмады. поверить. Ол Он не түсінбеді. понимал, что вся эта Әскерде алған осы физическая физикалық нагрузка, жаттығулардың которую барлығы он получал в оның армии, денсаулығы поддерживает мен его здоровым жақсы и в пішінін хорошей сақтайды. форме. Ол оны түсінбеді. Он не понимал этого. Сондықтан денсаулықтың қарапайым Одна из компоненттерінің бірі простых составляющих денені здоровья пайдалану. заключается в том, чтобы просто использовать тело. Егер сіз Если денені вы дұрыс используете тело в пайдалансаңыз, должной мере, тогда онда ол у него өзіне есть всё денсаулық жасау необходимое, үшін чтобы қажет создать для нәрсенің себя бәрі бар. здоровье. Можно Тек ли осыны сказать, істесем болды, бәрі жақсы достаточно ли болады деп делать айтуға только бола это, ма? и все будет замечательно? Мен Я бы денемізді сказал, қажетті мөлшерде физикалық что түрде если пайдалансақ, бы мы физически деп айтар едім. использовали наше тело настолько, насколько это необходимо, Сонда бұл планетадағы тогда аурулардың 80% 80% жай заболеваний ғана на жоғалып планете кетер просто еді. бы исчезло. 80% Останется 20% 20%. қалады. Из Оның которых жартысы половина дұрыс тамақтанбаудың салдары. это следствие неправильного Егер сіз питания. тамақтану Если әдетіңізді изменить пищевые өзгертсеңіз, привычки, то и эти онда бұл 10% 10 тоже пайызды исчезнут. жоғалады. То есть останется только Яғни 10% аурудың 10 заболеваний. пайызы ғана қалады. У этих заболеваний есть Бұл множество аурулардың причин. көптеген себептері бар. Одни кармические, Кейбіреулер другие кармалық, атмосферные. басқа Есть и атмосфералық. другие аспекты, происходящие в системе, Жүйеде жұмыс істеуге болатын над басқа которыми да можно аспектілер бар. работать. Егер барлық адамдардың Если 90 пайызы 90% всех өз денесін больных дұрыс людей пайдалана станут отырып, здоровыми, дұрыс просто начав тамақтану арқылы использовать сау свое болып тело қалса, и правильно питаться, тогда с содан кейін 10 10% мы пайызды сможем біз легко оңай жеңе справиться. аламыз. Но в наше Бүгінде время ауру адамдар существует көп. так много больных людей, Өйткені потому біз что мы жақсы либо плохо тамақтанбаймыз, питаемся, немесе біз либо өте жақсы питаемся очень тамақтанамыз, хорошо бірақ и не денемізді дұрыс используем свое тело в пайдаланбаймыз. должной степени. Сонымен қатар, өмірдің басқа да Помимо аспектілері бар. этого, в жизни есть и другие аспекты. Если Жеңілдету үшін упростить, денеңізді по мере того, жаттықтыру как вы кезінде тренируете свое тело, қолыңыздағы саусақтарыңызды күніне если вы 1000 рет қысып будете ашсаңыз, делать вот так 1000 раз в день, осыны күніне просто 1000 рет будете делать жазсаңыз, так 1000 раз каждый день, сонда через бір айдан месяц вы кейін увидите, қолыңыздың насколько қаншалықты хорошо жақсы начнет жұмыс істей работать ваша бастайтынын рука. көресіз. Только это. Тек мынаны Просто сидя тыныш на отыра месте, отырып, делайте так 1000 мұны раз в күніне день. 1000 рет жазсаңыз, Через 30 30 дней күннен вы кейін сіз обнаружите, қолыңыздың что ваша жақсы рука жұмыс будет істейтінін функционировать көресіз. просто замечательно. Если вы Егер проделаете то же сіз самое со своими миыңызбен мозгами, де солай істесеңіз, бір айдан через кейін месяц они олар тоже да мінсіз начнут жұмыс істей прекрасно бастайды. работать. Если вы Жүрекпен сделаете солай то же самое істесеңіз, с сердцем, ол да жақсы жұмыс оно істейді. тоже начнет работать хорошо. Егер сіз Если вы өзіңіздің будете өмірлік делать то же самое со қуаттарыңызбен солай своими жизненными жасасаңыз, энергиями, они тоже олар будут да работать әдемі жұмыс прекрасно. істейді. Когда Барлығы все это бірге вместе жұмыс істеген работает как кезде, следует, это и есть ол здоровье. денсаулық. Поэтому вам просто Сондықтан нужно сіз тек использовать свое денеңізді, тело, ақыл-ойыңызды және күш-қуатыңызды пайдалануыңыз ум керек. и энергии. Если эти три вещи будут Осы получать үш нәрсе достаточно жеткілікті нагрузки түрде и жаттығу пребывать в жасап, балансе, тепе-теңдікте болса, тогда вы будете здоровы. денсаулығыңыз мықты болады. Однажды, Бір это кездері, было очень бұл давно, ұзақ уақыт бұрын болды. тогда я проводил еще Ол только кезде мен вторую или третью Пхава по счету Спанданың программу по екінші немесе восстановлению. үшінші бағдарламасын ғана орындадым. Здание, в Бағдарлама котором проводилась өткізілген программа, ғимарат осылай жобаланған. было Үнемі спроектировано так, баспалдақпен көтеріліп,
что нужно было төмен түсуге тура постоянно келді. подниматься и спускаться по ступенькам. Сондай күндердің В бірі один из дней я мен просто тек посчитал, қанша сколько көтеріліп раз я төмен түскенімді поднимался и санадым. спускался. Сол Я кезде мен проводил сеанстар сессии, но в то жасайтын, же время бірақ занимался сонымен бірге организацией кухни и многим ас үйді еще. және тағы да басқаларды В ұйымдастырдым. тот день я поднялся Сол и күні спустился мен по лестнице баспалдақпен 125 раз. 125 рет көтерілдім. Ал И в конце бағдарламаның программы я соңында чувствовал себя очень здоровым. өзімді өте сау сезіндім. Я Егер сіз уверен, что бұқау многие из вас, аспандағы если вы ерікті волонтерили на болсаңыз, Таласпандане, вы стали очень көпшілігіңізге сильными и сендім. здоровыми. Сіз өте күшті және сау болып кеттіңіз. Неожиданный взрыв Күтпеген белсенділік активности сізді может собрать аяғыңыздан вас. құлатуы мүмкін. Если Бірақ вы егер сіз органично строите белсенділікті активность в свою өміріңізге жизнь, органикалық түрде біріктірсеңіз, физикалық, физическую, ақыл-ой ментальную және и энергетикалық энергетическую белсенділік, активность, если барлық вы осы привнесете аспектілерге активность во все белсенділік эти аспекты, әкелсеңіз, вы сіз станете сау здоровыми. боласыз. Ваше тело Сіздің работает денеңіз отлично, ум керемет жұмыс работает істейді. отлично, Ми и ваша керемет жұмыс энергия істейді. Ал поддерживает сіздің тело и ум, энергияңыз дене мен чтобы ойды все шло как қолдайды. надо. Барлығы Это дұрыс и болу есть үшін. здоровье. Бұл Жизнь течет денсаулық. полным потоком. Өмір Вот что толық значит ағынмен здоровье. өтеді. Здоровье — это Денсаулық не деген какая-то осы. концепция. Денсаулық деген Это не ұғым емес. медицинский термин. Бұл медициналық термин емес. Біз Мы медициналық қауымдастық пен становимся медициналық білімге көбірек тәуелді все более боламыз. зависимыми от медицинского Өйткені біз сообщества и өте медицинских дұрыс знаний, емес өмір потому салтын что мы ұстанамыз. ведем очень нездоровый образ жизни. Мұндай жағдай бұрын-соңды әлемде Такого болмаған. еще никогда не было в мире, чтобы Медицина бүгінгідей мәнге приобретала ие болу такое же үшін. значение, как сегодня. Өйткені Просто біз потому, что мы ведем все барған более сайын и более отырықшы сидячий болып образ бара жизни. жатырмыз. Поэтому мы становимся все более и более Сондықтан біз больными. одан сайын ауырып жатырмыз. Осыдан То, что 100 жыл делал бұрын 60-летний 60 жасар 100 не лет назад, істеді? Бұл в наши күндері дни не под 20 силу жасар жігіттің 20-летнему. күші жетпейді. Это Бұл значит, что мы просто адамзатты жай ослабляем ғана человечество. әлсіретіп жатқанымызды білдіреді. Через Біраз уақыттан какое-то кейін время мы просто станем біз жай ғана дегенеративным человечеством. азғындалған адамзатқа айналамыз. Так что Сондықтан денені пайдалану нужно керек. использовать тело. Денсаулықты Вам не нужно ойлап изобретать табудың қажеті Вселенную. жоқ. Здоровье — это не Денсаулық ваша сіздің идея. ойыңыз емес. Здоровье — Денсаулық это бұл жизнь, которая происходит как қажетінше следует. болатын өмір. Если Егер жизненные өмірлік процессы процестер протекают дұрыс должным жүрсе, образом, тогда это бұл здоровье. денсаулық. Здоровье — это свойство жизни. Денсаулық өмірдің қасиеті. Если вы Егер позволите жизни сіз функционировать на өмірдің полную, толық жұмыс істеуіне она мүмкіндік будет берсеңіз, ол сау болады.